Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Қазақ қаламгерлеріне қолдау көрсетіп, олардың шығармашылығын насихаттау мақсатында ұйымдастырылатын Алтын қалам ұлттық әдеби жүлдесі биыл 5-ші рет өткізілмек. Осыған орай байқауды ұйымдастыру комитетінің директоры Кенже Жұманұлымен сұхбаттаспақпыз. Қайырлы таң, Кенже. Амансың ба, Жазира? Таңшолпанға қош келдіңіз. Рахмет. Жоғарыда айтып өттік, Алтын қаламға биыл 5 жыл деп. Осы уақыт ішіндегі байқаудың ең үлкен жетістігі деп нені айтар едіңіз? Әу баста біз бұл байқау осындай бір кең көлемде республикаға танымал бір жобалардың бірі болады деп ойлаған жоқпыз. Басында кішкене сынақ ретінде көрейік, жұрттар, тыңдармандар мынау қаншалықты бізді қолдайды екен деп. Бірақ енді биыл мынау 5-ші рет өткізіп жатырмыз. Біздің бірінші мерейтойымыз деп атасақ болады. Жылдан жылға біздің аталымдарымыз да өсіп жатыр, оқырмандарымыз да, қатысушыларымыз да өсіп жатыр. Осыған орай біз өзіміздің дұрыс бағытта келе жатқанымызды байқап отырмыз. Ең үлкен жетістігі оқырмандары бар, қатысушылар бар дейсіз ғой. Биылғы Алтын қалам байқауына туындыларды қабылдау қанша уақытқа жалғасады? Қандай ерекше шарттар бар үміткерлерге? Осы жайлы айтып отырыңызшы. Біз шілденің 1-нен бастап қабылдап жатырмыз. Қазанның 15-іне шейін біз барлық жұмыстарды қабылдаймыз. Біздің көптеген қатысушыларымыз кейде хат жазып жатады, хабарласып, біз қай уақытта өткізейік, әлі уақыт бар екен, онда қазанға шейін біз жаңа шығарма жазсақ та үлгереді екенбіз ғой деп. Негізі қабылдау уақытымыз сол уақытқа дейін мүмкіндігінше ертерек берген дұрыс. Өйткені бізде алғашқы іріктеуді оқырмандардың өздері жасайды ғой. Егер де соңына келіп түскен шығармалар, ол керісінше ең аз дауыс жинайды. Бұлар келесі кезеңге өтпей қалады. Сондықтан қазір біздің кішкене қазақшылыққа салып, кеңге салып жүруге болмайды. Өйткені қазірдің өзінде біздің сайтта қаншама шығармалар келіп түсіп жатыр, оқырмандар дауыс беріп жатыр. Сондықтан ертерек тапсырғандары өздеріне де жақсы. Көрермендердің көкейіндегі сауал: 100-ден жүйріктер қалай анықталады? Бұл жоба өте ашық өтеді. Өйткені конкурстың А-қалам KZ деген сайты бар. Бізге келіп түскен бүкіл шығармалар сол жерде орналастырылады. Кез келген адам осы сайтқа кіріп, шығармамен танысып, өзінің бағасын, дауысын бере алады. Сол келген дауыс бойынша жаңағы іріктеледі. Ең көп дауыс жинаған шығармалар олар келесі кезеңге өтеді. Мысалы, кейбір байқауларда қарасаңыз, кімдер қатысып жатқанын білмейсіз, ол қандай шығарма сұнғанын да білмейсіз. Ал бізде барлығы жұрттың көз алдында өтеді. Ұнамаса, ұнамаған пікірін айтады. Біреулер 1 деген дауыс береді, ұнаса 5 деген дауыс береді. Оның бәрін біз есептейміз. Байқауда жылдың үздік прозалық шығармасы, жылдың үздік поэзиясы, жылдың үздік драматургиялық шығармасы, балаларға арналған үздік шығарма деген аталымдар бар. Болашақта қандай жанр түрлері қамтылса деп көрерменге құлақ қағыс жасар едіңіз? Біз былтыр ғана бірнеше аталымды қостық. Ол жаңа өзіңіз айтпақшы, жылдың үздік кинодраматургиясы, одан кейін жылдың үздік фантастикасы, жылдың үздік детективі, сондай-ақ жылдың үздік сатирасы. Өйткені бізге көптеген осы күнге дейін сатиралық шығармалар келіп жатты. Біз оны қайсына қосарын білмедік. Енді ойлана келіп, былтыр біз жылдың үздік сатирасын қостық. Қазір көптеген шығармалар келіп қосылып жатыр. Ал енді біз тағы бір аталым бойынша ойланып жүрміз. Өйткені қазір қатысушылардың көбісі хат жазып жатыр. Неге сіздерде аударма аталымы жоқ деп. Біздің жазған аудармаларымыз бар дейді. Бізге жолдап жатыр. Мысалы, қазақ шығармаларын орысшаға, орыс ақындардың қазақша аударып жатқан біздің қатысушыларымыз бар. Бірақ олардың жұмыстарын біз қазір қабылдап жатқан жоқпыз. Өйткені аударманы бағалау өте қиын. Бұл жерге нағыз кәсіби мамандар келу керек, олар өздерінің пікірлерін айту керек. Ал мына ұйымдастыру комитетінің қатарында бізде бір кәсіби маман жоқ, ешқандай қаламгер, жазушы жоқ. Бұл тек қана қазақ әдебиетіне өз үлесін қоссам деген санаулы ғана азаматтар өздері бірігіп осындай байқау ұйымдастырып жатыр. Сондықтан біз бұл мәселені әлі толық шешкен жоқпыз. Демек, болашақта басқа жанр түрлері де, аударма бар, басқа жанр түрлері де қамтылады. Бірақ биыл біздің алғашқы мерейтойымыз деп жатырмыз ғой, 5 жыл, оның үстіне биыл Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жыл мерейтой келе жатыр. Осыған байланысты біз биыл бірінші рет қазақтың үздік романы аталымын жарияладық, және бұл аталым бойынша жеңімпаздарға біз арнайы сыйақы дайындалып отырмыз, ол 1 миллион теңге. Өкінішке қарай қазірге шейін жұмыстар өте аз түсіп жатыр. Енді қатысушылардың жас шамасы туралы да айта кетсеңіз. Біздің бұл байқаудың бір ерекшелігі деп айтсам болады, ешқандай шектеу жоқ. Тақырыпқа да шектеу жоқ, шығарманың көлеміне де, оның мамандығына да шектеу қоймаймыз. Сондықтан бізге қатысып жатқандар көп, және олардың арасында басқа саланың мамандары өте көп. Құрылысшы, инженер, әскери салада жүргендер де бар. Кейде солардың шығармаларын оқып отырып таң қаласында, енді осындай дүниені қалай жазады, олар қалай бірге алып жүр деп. Мысалы, өлең жазу да оңай емес қой. Мысалы, былтыр бізде үздік
балалардың үздік шығармасы номинациясы бойынша орыс тілінде Павлодардан бір автор ұтып алды. Қазір аты жөнін есімде жоқ. Ол өзі инженер болып істейді екен. Инженер болып істейді. Сөйтіп жазған дүниелерін бізге жіберіп, біз алдын хабарласқан кезде өте қуанып қалды. Менің шығармаларымды жұртқа танысып жатқандарыңызға рахмет деп. Тағы бір айта кететін болсақ, біз жастарына шектеу қоймаймыз дедік қой. Бүгінгі күнге дейін келіп түскен авторлардың ішінде ең жасы 10 жаста, Қапшағайдағы бала жіберіпті, ал ең ішінде ересегі 90 жастағы қария өздерінің өлеңдерін жіберіпті. Ол кісі елімізге танымал кісі, биыл 90 жыл мерейтойын атап өткелі жатыр. Бірақ біздің конкурстың тағы бір ерекшелігі, біз келтірген шығармалардың авторларын атамаймыз. Олардың сайтта орналасқан дүниелердің бәрі авторсыз беріледі, өйткені бұл жерде біз тағы әділ өтсін деп жатырмыз. Өйткені туысқандар бар, таныстар бар. Оқырмандар да тек қана таза шығармаға дауыс береді. Оның авторы бүкіл елімізге танымал адам ба, жоқ қарапайым, жаңа әлгінде айтқандай инженер ма, оны ешкім біле бермейді. Сондықтан да бұл да бір конкурстың әділ өтуіне жасалған бір қадам деп ойлаймыз. Байқауға қатысқан шығармаларды өздеріңіз жинақ етіп шығаратын едіңіздер. Сол дәстүр әлі бар ма? Жыл сайын біз де жеке жинақ етіп шығарамыз, оқырмандарға ұсынып та келеміз. Кітаппен қатар біз оның аудио нұсқасын да жасап жатырмыз. Оның көбінесе біз мектептерге, жоғары оқу орындарына, кітапханаларға тегін таратамыз. Оның белгілі бөлігін ғана біз дүкендерге қоямыз ақылы түрде. Ал биыл бірінші рет біз жеке кітап шығарып жатырмыз. Бұл балаларға арналған кітап. Оны елімізге танымал Аруна баспасы өздері бізге шығып ұсыныс айтты, сіздермен жұмыс істегіміз келеді. Біз сіздерге келіп түскен шығармалардың ішінен таңдап алып, ішіндегі өзімізге ұнаған біреуін жеке кітап етіп шығарсақ, сіздер рұқсат бересіздер ме деп, сонымен біз келісім бердік. Автормен байланыстырдық. Қазір сол кітап дайын болып қалды. Осы бір ай көлемінде біз жұртқа жариялаймыз. Биыл Алтын қалам әдеби жүлдесінің жоғары деңгейде өтуіне елімізге танымал азаматтар қолдау көрсетіп отыр. Өте қуаныштымыз. Енді мына алдымыздағы жатқан кітап туралы кені көрерменге айта кетсеңіз, мұны қай жылы шыққан жинақ? Бұл былтыр жарық көрген кітап. Біз бір кітапқа тек қана үздік шығармаларды енгіземіз, өйткені олардың бәрін қамту мүмкін емес қой. Сондықтан бір кітап алған кезде ол мүмкіндігінше барлығын қамту үшін бұл жерге біз прозаны да салып отырмыз, поэзияны да, балалар шығармасында, сонымен қатар бұл екі тілде шығып жатыр. Қазақ, орыс тілдерінде үздік шығармаларды біз осы топтамаға бәрін бірге қосып сыйдырып жатырсыздар. Иә. Кенже сұхбатыңызға рахмет, біз сіздерге сәттілік тілейміз. Сіздердің де еңбектеріңізге табыс тілеймін. Жалпы біздің көрермендерге барлықтарына еліміз гүлдене берсін, алда келе жатқан еліміздің тәуелсіздік мерейтойы құтты болсын дегім келеді. Құрметті көрермен, сіздер Алтын қалам ұлттық әдеби байқауы ұйымдастыру комитетінің директоры Кенже Жұманұлының сұхбатын тыңдадыңыздар. Ұлттық арнадан алыстамаңыздар. Таңшолпан Астана студиясында жалғасады.